Біріншіден қазір сақтандыру медицина Қазақстанда бары, бірақ 90% халық тұрғындары ол сақтандыру медицинаға қол жеткізе албай отыр. Неге? Біріншіден жаңағы сақтандыру медициналық қорда өздерінің жинақ ақшалары жоқ. Олар өздері табысынан төлеу керек. Сондықтан бірінші табыс, бірінші отбасылық шаруашылық арқылы өздері табыс тауып, салық төлеп, салықтың жартысы сол қорларға бару керек. Екіншіден, профилактика мықты болу керек. Күтпеу керек. Қашан, мысалы, тура сол скорый келгенше деп. Міндетті түрде скрининг арқылы айына бір рет, жарты жылына бір рет, жылына бір рет ауыл тұрғындары толығымен медициналық скрининг арқылы өту керек. Тіпті біз білеміз ғой, ауылдық елді мекендерде ғана емес, облыс орталықтарының өздерінде жастардың өзі жүрек аурудан қаншасы кетіп жатыр. Ал егерде уақытылы сол скрининг өтіп жатса, уақытты шаралар қолданып жатса, сол азаматтардың барлығы арамызда бүгін ойнап күліп жүрер еді. Ауыл тұрғындар тіпті мүлдем бұндай жағдайға қол жететін жағдай жоқ.